Осы мақтың үйі дегенді білесіздер ма? Мақтың үйі деп жатады. Енді дала көрген бұрынғылар білсе білер, қала көрген жастар білмейді бұл мақтың үйі не екенін. Сондықтан айта кетейін, мақтың үйі деген мына далада таулардың етектерінде тас қорым болып үйіліп жатқан қорымдар, төбешіктер, ежелгі адамдардан қалған қасиетті орындар, мазарларды қазақ мақтың үйі деп айтады. Мақтың үйі деп атайтын себебіне қатысты мынадай нұсқалар бар. Мақ деген шеген айтады, мақ деген жусан бар, мақ деген мақтылардың үйі дегеннен қалған, мығым адамдар деген бұрын бір бойы аласа, мығым денесі тығыз бір адамдар өткен солардың үйлері дегенде нұсқа бар. Енді өтте ертеде осы қазақ даласында арқада мақ деген өл өтіпті деп айтатын Мәшһүр Жүсіптің жазбалары бар. Сондай-ақ жағда Бабалықұлы, анау Әлкей Марғұландар, кешегі Ақселеу Сейдімбектердің де еңбектерін қарап отырсақ, мақ деген қауымның өткені туралы ақпарат аламыз. Орыстың тау-кен инженері Чангин деген естелік жазып қалдырады. Осы Қайсақ даласында ескі адамдардан, ежелгі адамдардан қалған орындар бар. Оны өздері қатты құрмет тұтайды, қастерлейді, оған қол шошайтпайды, көшіп келе жатса басып өтпей айналып өтеді, дәрет сындырмайды. Ол сол жердегі шут деген ежелгі халықтың, енді орыс тілінде шут деп отыр ғой, мақ деп атайды екен, солардан қалған орындар деп көрсетеді ол кісі. Тарихшы Жамбыл Артықбаев бұны Андронов дәуіріне тән ескерткіштер деп жүр. Қола дәуір ғой, мақ деген ел мекен деген деп айтады ол кісі. Ал енді жаңағы қазатын болсақ, ішінен ақ сөңке сүйектер шығады өлген адамдардың. Осыған қатысты Таласбек Әсемқұловтың мақаласында айтылады. Бұрын қазақ даласында үлкен соғыстар болған, өте ежелгі заманда. Қазақ негізі соғыста өлген тастамай алып кететін болған, бірақ енді өте көп әскер болып жағдай шамасы келмей қалған кезде оларды кәдімгідей отырғызып, жинап, үсті-үстіне қабат-қабат жинап, жаңағы ұқсап көміп тастайтын болған. Содан қалған мазарларды мақтың үйі деп атайды. Мақтың үйі аталатын себебі олар мүк басып жатады. Мүкке мақ деген сөздік өзгеріске түскен деген нұсқасын ұсынады. Бірақ біз жаңағы жоғарыда айтқандай мақ деген ел болғанын тарих сахнасынан өтте ертеде тарихқа дейінгі тарихта осы қазақ даласын мекен еткен анау сақтардан арийлер, иә, сол арийлердің қазақша мақтың елі деп атайма деген пікірге қосыламыз. Сондықтан мақтың үйі деген сол ежелгі қазақтың жерін мекен еткен көне халықтың орындары, солардан қалған мұралар деген пікірді қолданамыз. Сіз қандай ойдасыз, ағайын? Егер сіздің пікіріңіз ерекше болса, ойыңызды бөлісіп кетіңіз, комментарияға жазыңыз. Осы видеоны бөлісіп таратыңыз. Әрбір сөзін қазақтың басқалар біліп жүрсін, оқып үйреніп жүрсін деп бөлісіп отырмын.